Білімінді тексер. Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» романы кім туралы? А. Мұхтар Әуезов. Б. Абай Құнанбаев. С. Тұрар Рысқұлов. С жауабы Тұрар Рысқұлов. Бұрынғы Верный қазіргі қай қала? А. Тараз. Б. Астана. С. Алматы. С жауабы Алматы. Мир Якуб кімнің лақап аты? А. Міржақып Дулатұлы. Б. Мағжан Жұмабаев. С. Мұхтар Әуезов. А жауабы Міржақып Дулатұлы. Бақытсыз Жамал романының авторы. А. Сәкен Сейфуллин. Б. Мағжан Жұмабаев. С. Міржақып Дулатұлы. С жауабы Міржақып Дулатұлы. Бұрынғы Әулие ата қазіргі қай қала? А. Тараз. Б. Түркістан. С. Қызылорда. А жауабы Тараз. 1841 жылы хан сайланған кім? А. Қасым. Б. Кенесары. С. Абылай. Б жауабы Кенесары. Сәкен Сейфуллиннің шын есімі? А. Сәтжан. Б. Сабалақ. С. Сәдуақас. Д. Уақас. С жауабы Сәдуақас. Қаракерей Қабанбайдың шын есімі? А. Ерсұлтан. Б. Ерлан. С. Қабылан. Д. Ерасыл. В. Қайсар. Д жауабы Ерасыл. Бұрынғы Гурьев қазіргі қай қала? А. Қызылорда. Б. Атырау. С. Алматы. Д. Ақтау. Б жауабы Атырау. Сингапурдың астанасы? А. Индия. Б. Индонезия. С. Сингапур. Д. Астанасы жоқ. С жауабы Сингапур. Ұлы Отан соғысына қатысқан Қазақтан шыққан жалғыз әйел ұшқыш? А. Мәншүк Мәметова. Б. Хиуаз Доспанова. С. Әлия Молдағұлова. Б жауабы Хиуаз Доспанова.